Бір 1912 жылы қыркүйектің 9-ы түстен кейін атам Джим Лофт ол кезде әлі жас бала. Нью-Йорк штатындағы Буффалоға бара жатқан Монреальдық пойызды қарау үшін әдеттегідей асықты. Ұзын шапанды, ақ шашты адамның пойыздан қарап, оған қол бұлғағанын көрген Джимнің қатты таңдағаны сонша, тәтті шарбақтан құлап түсті. Сол күні Джим пойызда көрген адам Джимнің және күллі адамзаттың өмірін өзгертетін болады. Мәңгілікке. Атаңның атасы Джим Абдул-Баханы ешқашан бет-бе-бет жолықтырмайды. Дегенмен, Абдул-Баханың өмірі әркімге өнеге, ал оның хикаясы шығыста, Парсы елінде басталады. Абдул-Баха Тегеранда дүниеге келді. Атанасы Бахаула мен Навабтың оған деген сүйіспеншілігі мол еді. Туғанда оған мағынасы Арыстан Аббас есімін берді. Абдул-Баха туған дәл сол түні Шираз қаласында жас саудагер әлемнің рухани жаңғыру уақыты келгенін хабарлады. Бейбітшілік пен әділдік дәуірінің арайлап атуы әлем діндерінің бәрінде сәуегейлікпен уәде етілген. Ол арабшада қақпа дегенді білдіретін баб есімін алды. Құдай бірлігі, адамзат бірлігі және дін бірлігін орнату құралы ретінде діннің жаңа тұжырымдамасынан шабыттанған Бахаула, Наваб және басқа да 100 мыңдаған адам бабтың түбегейлі жаңа үндеуін қабылдады. Баб өзінен әлде қайда ұлы, жаңа елшінің келуіне жол дайындап жатқанын мәлімдеді. Үкіметтегі және дін басындағылардың көбісі халыққа жүргізген биліктен айырыламыз деп сескенді. Олар жаңа сенім нұрын сөндіруге ниеттеніп, 1850 жылы бабты атып өлтірді. Бұл қуғын сүргін оның мыңдаған ізбасарларының сенімі үшін өлімге кесілуіне ұласты. Бахауланың тегі бекзат болғанына қарамастан, оны Тегерандағы лас зындан қара шұңқырға тастады. Абдул-Баха мен оның жанұясы бәрінен айырылды. Олар әрдайым Бахауланың тағдырына алаңдады. Осы уақыт ішінде Абдул-Баханың анасы Наваб басқа тамақ табылмаған кезде балаларға бір уыс ұн ұсынуға мәжбүр болды. Қалған өмірінде денесіне із қалдыратұғын тым ауыр шынжырлардан азап шеге отырып, Бахаула Құдайдан аян, жер жүзінің халқына адамзат үшін жаңа күн туғаны жайлы паш етіп, көтеріл деген тәңірлік үндеу алды. Бахауланың абақтыдан босағаны жанұясына жұбаныш болды. Алайда шах олардың Парсы елінен бір жолата кетуін бұйырды. Небәрі 9 жасар Абдул-Баха Бахаула Құдайдың бүгінге жіберген елшісі екендігін жер жаһанда бірінші болып таныды. Ол Абдул-Баха, яғни Баха қызметшісі, дан қызметшісі деген атақ алып, Бахауланың қорғанына айналатын болады. Оның ғұмыры Бахаула іліміне сәйкес өмір сүрудің үлгісі. Ол өнеге. Абдул-Баха қалған балалық шағын Бахаула мен құрғын сүргінде өткізді. Ал бұл
қыс ортасында Бағдатқа жер аударумен басталған еді. Оның қарындасы Бахия үнемі сол қақаған суықты және ағасының батылдығын еске алатын болады. Бәріміздің киім-кешегіміз кеңеді. Содан суыққа ұшырап, әбден азап тарттық. Атқа мінген Абдулбаханың аяқтары, тобықтары, қолдары мен білектері ісіп, жанына қатты батты. Өзінің азап шеккеніне қарамастан, Абдулбаха басқалардың, әсіресе әкесінің азабын жеңілдетуге қолынан келгеннің бәрін салды. Бағдаттағы 10 жылдық сүргін кезінде Бахаула Құдай өзіне сеніп тапсырған міндетке дайындалу үшін Күрдістан тауларына кеткен болатын. Жас Абдулбаха қайта қауышу үшін күні-түні дұға қылды. Бахаула оралғанша 2 жыл өтті. Абдулбаханың қарындасы бұлай есіне алды. Әкем үйге кіріп келді. Ағам мен әкемнің кездесуі мен бұрын соңды көрмеген әсерлі көрініс еді. Абдулбаха оның алдында еденге жығыла кетті. Ал Бахаула ұлын сағынғаннан көзіне жасын төкті. Абдулбаха сол күндері кепкен нан мен құрманың дәмі әлемдегі басқа тамақтың бәрінен тәттірек еді. Бахауланың қаламынан түн сайын таң атқанша асқақ жазбалардың тасқыны төгілген күндер деп кейінірек есіне алатын болады. Бахауланың өсіп келе жатқан ықпалынан үрейленген билік басындағылар жанұяны қайттан жер аудартады. Алдымен Стамбулға, содан кейін Абдулбаханың алғашқы фотосуреті жасалған Едірнеге. Бахаула өз ұлының түбегейлі рухани мұраты мен бірегей дәрежесін тілге тиек ете бастады. Жер аударудың соңғы нүктесі ең жаманы еді. Аты шулы Акка түрме қаласы. Олар аса сұмдық шарттарда келіп жетті. Содан Абдулбаханың қарындасы Бахия ханым, ағасы әйелдердің абыройы үшін қалай алаңдағанын есіне алды. Сол кезде келіп тоқтар жер болмады. Сондықтан қайықтардан түсіп, суды кешу керек болды. Губернатор ерлер әйелдерді арқалап тасысын деп бұйырды. Бұған Абдулбаха қарсы шықты. Ол орындық тауып алып, тағы бір адамның көмегімен әйелдерді жағаға тасыды. Қамал ішінде қамауда болған алғашқы күндері достардың бірнешесі қайтыс болды, ал басқалары сырқаттанды. Абдулбаха науқастарды жуындырды, тамақтандырып, оларға күтім жасады. Ол тыным көрмеді. Ақыр соңында Абдулбаха қалғандарымызды дағдарыстан өткізіп, қатты қажығандықтан өзі де ауырып қалды. Толық 2 жыл бойы Бахаула, Абдулбаха және басқа қуындалушылар қамал ішінде, түрме қаладағы абақтыда қамауда отырады. Бұның барлығына қарамастан, олар іштей шаттық күйінде еді. Абдулбаха тіпті тұтқындардың әрбіреуін тәулік ішінде болған бір қызық жайтты айтып беру үшін шақырып алатын. Олар шек сілесі қатып, жас аққанша күлетін. Көне жазбаларда қошеметтелген Акка шығанағының арғы жағындағы қасиетті Кармел тауы ғасырлар бойы жаратушы иенің сұлулығын көретұғын күнді күтті. Кейінгі жылдары Бахаулаға деген сүйсіну, шектеулердің азаюына септігін тигізіп, Абдулбаха онымен бірге Кармел тауында жүрген былай деп еске алады. Ол Кармел тауындағы белгілі бір жерді қайта-қайта мадақтап, оның жағымды әрі жайлы екендігін және сол жерден керемет көрініс ашылатынын айтатын. Бахауланың басқан іздері ол жерді жарылқады. Онда бірнеше сауыр ағаш бар еді. Ал ақ баталы сұлулық солардың саясында жиі отыратын. Ол Абдулбахаға баптың сүйектерін жерлеу үшін лайықты кесене тұрғызылуы тиіс жерді
дәлме-дәл көрсетті. Ол уақытта Абдул-Баха жерге иелік етпеді. Ол жер иелерін немесе құрылысшыларды танымады, және қаражаты да болмады. Бұған қоса, баптың сүйектері әлі де Парсы елінде еді. Абдул-Баха Бахаула өзіне жүктеген күрделі тапсырманы орындауға кірісті. Арада бір жыл өткен соң, 1892 жыл 29 мамырдың таң сәрісінде Бахаула көз жұмды. Абдул-Баха қатты қапаланды. Ол 3 тәулік бойы қайғыдан бас көтермеді. Ол айырылу бізді жүдетті. Бірде жарқын болған күндер түнекке, ал кезіндегі раушан гүлдер шаң тозаға айналды деген еді. Ақиқат күні ең ұлы нұр шексіздік патшалығы төбесіне өшпес әсемдікпен көтерілу үшін әлем көкжиегінде батты. Абдул-Баха Бахауланың дүние салған туралы жаңалықты жеткізу үшін Аккаға шабарман жібереді. Көз жұмғаннан 9 күн өткен соң, Бахаи қауымдастығына Бахауланың ақтық еркін білдіретін тас тақта оқылды. Онда Бахаула қайтқаннан кейін және мәңгі бақи өз ісінің және ізбасарларының бірлігін қамтамасыз ету тәсілі ретінде өз өсиетнамасын орнатты. Ал Абдул-Баханы сол өсиетнаманың орталығы етті. Бахаула күні батқан соң, артынан түн қараңғылығы баспай, оның даңқы өсиетнама айында шағылысып, Бахауланың түпкі мақсаты адамзат бірігуіне жеткізер жолға нұрын төкті. Бахаула Абдул-Баханы киелілік ағашынан өсіп шыққан бұтаққа теңеді. Бұл бұтақты Құдай жоғары асқақтатқаны сонша, оның кең пейілді саясы күллі адамзатты қамтитын болады. Біз сені күллі адамзатқа пана, көк пен жердегінің бәріне қалқан еттік. Құдайдың қалауымен ол сен арқылы оларды қорғап, байытып, қолдасын және сені шабыттандырғай. Абдул-Баха Бахауланың адамзатқа берген жоғарғы сыйы, өнегесі, ілімінің кәміл бейнесі еді. Абдул-Баха өзінің дәрежесін қызмет ету дәрежесі деп атаған. Оның қызмет етумен өткізген қарапайым өмірі толыққанда рухани өмірге ұмтылғандардың бәріне шабыт. Абдул-Баханың қызмет ету, тосқауылдардан өту, адамзаттың бірлігіне үлес қосу үлгісінен шабыттанған адамдар мен қауымдастықтар жайлы көптеген хикаялар бар. Парсы елінің түкпір-түкпірінен және көршілес елдерден қажылыққа шыққан адамдар Аккаға жету үшін қауіп-қатерлі өңірлерден өтіп, жүздеген шақырым жерді жиі жаяу саяхаттайтын. Абдул-Баха қажыларды қарсы алып, олардың әр қажеттілігін өтеген. Ол олардың махаббат пен берілгендікпен істеген риясыз әрекеттерін өмірінің соңына дейін есінде сақтайды. Осы сенушілер кейін басқа елдерден келген қажылар легі Абдул-Баха мен оның жер жүзінде жайылған сүйіктілерінің арасындағы байланысты тереңдетті. 1898 жылы батыстан алғашқы қажылар келгенде Абдул-Баханың қуанышында шек болмады. Хайфада кемежай болмағандықтан америкалық Бахаи Луа Гетцингерге төменде тұрған кішірек қайыққа секіруге тура келді. Бір күні Абдул-Баха
түрме қаладағы өзі тұрақты барып тұратын жергілікті бір науқас адамға Луаның күтім жасауын сұрады. Абдул-Баха сияқты қызмет еткісі келген Луа қуана келісті. Бірақ әлгі адамның үйіне келгенде ол оның жағдайынан шошып, сұмдық ауру жұқтырып алудан қорықты. Луа Абдул-Бахаға асыға оралды. Ол оған, егер Құдайға қызмет еткіміз келсе, жақынымызға қызмет етуіміз керек. Себебі әр адамның бойында Құдай бейнесі мен ұқсастығын көруіміз тиіс екендігін басып айтты. Ол оған, егер үй лас болса, ол оны тазалау керек екенін айтты. Егер оның қарны аш болса, ол оны тамақтандыру керек. Келесі жолы Абдул-Баха бар күш-жігер қызмет ету ниетімен салынса, онда ол дұға болып табылатыны туралы аңдатты. Луа науқас адамға бұған дейін Абдул-Баханың өзі көп рет жасағандай қызмет көрсетті. Томас Брейквилл деген басқа бір қажы алғаш рет Бахаи сенімі туралы 1901 жылы Парижде болғанда керемет тылсым жағдайларда естіді. Томас бірден Абдул-Бахамен кездесуге аттанып, қажы ретінде сапар шеккен тұңғыш ағылшын болды. Абдул-Бахаға шерін тарқатқан Томас, оның жұмысы бала еңбегінен пайда көретіні жайлы өкінетінін айтты. Абдул-Баха Томасқа жабырқаңқы және үнсіз қарады да, қызметті доғару туралы телеграмма жіберіңіз деді. Томас бірден жұмысынан шықты. Абдул-Баха бұл жас жігітті көктегі жұмақ періштелерінің арасындағы шам ретінде сипаттады. Томас тек бір жыл өте туберкулезден көз жұмды. Ешбір хат алмастан-ақ Абдул-Баха Томастың қайтқаны жайлы білді де, аққан көз жасымен оған арнап тас тақта ашады. Уа Брейквилл, уа қадірлім, мен сені әр уақытта есіме аламын. Мен сені ешқашан ұмытпаспын. Абдул-Бахаға деген сүйіспеншілік пен ризашылық бүкіл аймақта арта келе, ол әлі де тұтқын болса да, Абдул-Бахаға Бахаулы жер сатып алуды бұйырған көршілес Адасияға сапарлауға рұқсат етілді. Құнарлы болғанымен Адасияның жері тың әрі өңделмеген еді. Абдул-Баха егіншілерге дәнді дақылдарды әр тараптандыруға көмектесті. Сөйтіп олардың ауыл шаруашылығы өркендеді. Ол шаруаларды өз жағдайларына жаңаша қарауға жігерлендірді. Оларға қарақшылар үрей туғызғанда, ол диқандарды олармен достасуға шақырды. Абдул-Баха экономика егіншілерден басталуы тиіс деп мәлімдеді. Өйткені егінші адам қоғамындағы алғашқы белсенді қайраткер. Ол егіншілерге сенім мен жомарттыққа негізделген қауымдастық құра отырып, пайданы бөлісуді тапсырды. Бұл егіншілер мейірімділік, ұқыптылық және тапқырлығымен танымал болып, құрметке иеленді. Бахаул әлеміне негізделіп, саналы рухани шешім қабылдауға ұмтылған бірнеше адамның ауыр еңбегі сол аймақты түрлендіріп жіберді. Бірнеше жылдан соң Адасияда өскен астық дақылдары мыңдаған адам өмірін сақтап қалады. Таңертең ертесімен түн жарымына дейін Абдул-Баха өркениеттің рухани және материалдық ілгерілеуіне қатысты кең ауқымды тақырыптар бойынша құнды жетекшілік беріп келді. Ол шығыс пен батыстың жүздеген өңірлерінде енді ғана құрылып жатқан қауымдастықтарды жігерлендіріп, адамдарды сүйіспеншілікпен бағыттап отырды. Абдул-Бахаға деген сүйіспеншілігі шексіз болған Мустафа Руми есімді сенушіні қоса алғанда, жеке адамдарға жіберілген кеңестер Бирма, Үндістан, Сингапур, Индонезия мен Малайзиядағы тұңғыш Бахаи қауымдастықтары біразының гүлденуіне алып келді. Дайданау атты бирмалық бір ауылда Мустафа Румидің жат жерлікке танытқан қарапайым жақсылық әрекеті 800 адамды Бахаи сеніміне тартты. Көп замай қауымдастық өмірінің жаңа өрнегі пайда болды. Қауымдастық Дайданауда өзінің тұңғыш мектебін тұрғызғанда, олар оны Абдул-Баха мектебі деп атады. Және содан бері Абдул-Баха Дайданауды сүйіспеншілікпен менің ауылым деп атады.
Шығыстан қажылардың артқан саны киелі жерде Абдул-Бахаға келіп жатты. Ал үйлеріне оралғанда қауымдастықтарына қалайша жақсырақ қызмет ету болатыны жайлы шабыт пен түсінікке ие болды. Абдул-Баха сол қажыларды өз жазбаларымен қоса ағартушылықпен де бөлісу үшін жіберген тірі әріптерге ұқсатты. Оның жетекшілігі Парс елінің барлық өлкелері мен көрші елдерге ағылды. Бір жола жер аударылған болса да, Абдул-Баханың отанына деген сүйіспеншілігі мен қамқорлығы өмірінің соңына дейін анық байқалды. Оның тұрақты ақыл кеңесі мен жігерлендіруінің арқасында Парс еліндегі Бахаи қауымдастығы ауыл шаруашылығынан бастап денсаулық сақтау мен сауаттылыққа дейін көптеген салаларда ілгеріледі. Осының бәрі қоғамдағы әр адамның игілігі үшін жасалды. Бахаула Абдул-Баханың жас шағында оған анонимді түрде Парс елінің билеушілері мен халқына арнап ірі трактат жазуды тапсырған еді. Онда әділ, гүлденген, әрі біріккен қоғамды қайта құру үшін қажетті рухани қағидаларға негізделген діннің шынайы мақсатымен үйлесетін заманауилыққа қатысты тәсілдеме баяндалды. Бұл қағидаларды Парс еліндегі бахаилар қолдануға ұмтылған еді. Абдул-Баха Парсы Бахаи қауымдастығын өз мектептерін құруға жігерлендірді. Сөйтіп көп ұзамай Тегеранда Тәрбият ұлдар мектебі құрылды. Бұл мектеп Парс елінің әр түрлі өңірлерінде қыздарға арналған мектептерді қоса алғанда бірнеше басқа да мектептердің ізашары болды. Абдул-Баха көптеген достарға бағыт-бағдар берді. Олардың ішінде ұзақ уақыт бойы білім беру саласында дамудың алдыңғы шебі саналған сол беделді оқу орындарының дамуына септігі тиген ең көрнектісі Мырза Хасани Әдип болды. Абдул-Баханың жетекшілігі бүкіл Парс елінде, ал қазір бүкіл әлемдегі әйелдердің келешек ұрпақтары білім алып, өрлеуіне ықпалын тигізді. Білім алудың маңыздылығына екпін қоя отырып, ол былай жазды. Басты, әрі ең көкейкесті қажеттілік бұл білім беруді дамыту. Осынау айрықша маңызды, осынау өзекті мәселе ілгерілемейінше қандай да бір ұлттың гүлдену мен жетістікке жетуін елестету мүмкін емес. Басқа бір жайтта ол былай деді: ең маңыздысы қыздардың білім алуы. Себебі бұл қыздар бір күні ана болады, ал ана баланың ең алғашқы ұстазы. Абдул-Баха Бахауланың тапсырмасына сәйкес шамамен 50 жыл бұрын азапталып өлтірілген баптың сүйектерін киелі жерге әкелуді ұйымдастырған болатын. Абдул-Баха ақ баталы баптың сүйектері ақырында жерленетін мазар салынуын жеке өзі қадағалады. Бірде ол былай деп мәлімдеді: сол ғимараттың әр тасын, оған апаратын жолдың әр тасын мен таусылмас көз жасымен көтеріп, өз орнына қойдым. Шындығында, жүрегім суреттеуге келмейтін аса зор қуаныш пен шаттыққа толды. Бирмалық қауымдастық баптың табытын ұсақ лағылдармен табиғи түрде көмкерілген бір тұтас мәрмәр тастан махаббатпен ойып, оны киелі жерге тасымалдауға дайындаған еді. Абдул-Баха батыстық қажылар тобымен кездескенде сол топтың бір мүшесінің болмағанын байқады. Еске қарай бара жатқанда ол Роберт Тернердің сыртта күтіп тұрғанын көрді. Абдул-Баханы көре салысымен ақ ол тізерлей кетті. Абдул-Баха Робертті аяғына тұрғызып, оны құшақтады. Тұңғыш афроамерикалық бахаи Роберт Тернер қолдықта туып, енді азат адам еді. Ол Абдул-Бахаға бірнеше жыл бұрын жазып, өзінің фотосуретін қоса тіркеген болатын. Абдул-Баха былай жауап береді: «Уа, жүрегі таза, рухы қасиетті, мінезі теңдессіз, дидары сұлу.
сен түсі қара, көз қарашығы тәріздісің. Сонда да ол жарық қайнары және бұ дүниені аян етуші. Абдул-Баханың Америкадағы нәсілдік дағдарыс жайлы жіті білуі оны қатты күйзелтті. Себебі ауызбіршілік Бахаула ілімінің өзегі болатын. Бахаула адамның өзі құл бола тұрып, Құдай құлдарының әлде біреуін сатып алуға қақысы жоқ деп, құлдықты заңсыз етіп, ап-анық тыйым салды. Абдул-Баха Робертке өз сенімінде берік әрі табанды болып қалу арқылы тұтастай бір нәсілге патшалыққа кіретін есік болатынын айтты. Абдул-Баха күн сайын мұқтаж жандармен амандасып, пұл мен киім-кешек үлестіретін. Кішкентай балалар тәтті мен оның таусылмас қолдау және ізгілікке толы сөздерін алу үшін оның айналасына жиналатын. Ал Абдул-Баханың үйіндегі ерекше сый-сияпат оның немересі Шоги еді. 5 жасар ғана Шоги әфенді атасынан оған арнап бірдеңе жазуды жалынып сұрайды. «Уа, менің Шогиім, сен маған жаз дедің, мен жаздым. Ал қазір саған оқып, жазатын уақыт емес, есесіне секіріп, «Уа, Құдайым» деп шырқаудың уақыты. Сондықтан ақ баталы сұлулықтың дұғаларын жаттап, мен оларды еститіндей етіп шырқа». Кішкентай бала Бахауланың бірқатар дұғаларын жаттауға бойұсынушылықпен кірісіп, оларды қатты шырқап айтқаны сондай, ата-анасы одан тоқтатуын өтінді. Ол, Абдул-Баха маған ол мені еститіндей етіп шырқа деп жазды. Мен барынша тырысып жатырмын деді. Кейінірек Абдул-Баха Шоги әфендіге адамзат нәсілін біріктіруге арналған тәңірлік, тәртіп пен соған қатысты істер әкімшілігі сақталуын қамтамасыз ете отырып, Бахаула өсиет намасын ілгерілетуді тапсырды. Парсы елінде бахайлар әлі де қатал қуғын сүргін астында еді. Сөйтіп олардың бір шамасы Түркменстандағы Ашхабад қаласына көшіп барды да, содан сенім Орта Азия мен Ресейдің бірқатар қалаларына таралды. 1902 жылы Абдул-Баханың жетекшілігімен және Бахауланың тілегін жүзеге асыра отырып, Ашхабад бахайлары әлемдегі тұңғыш мінәжат үйін салды. Абдул-Баха осы ғибадатхана құрылысының әр кезеңін жігерлендіріп отырды. Ал бұны баптың бөлесі Вакилут Даули Афнан жеке қадағалады. Қауымдастық ғибадатхана төңірегінде мектеп, аурухана мен университет сияқты байланыстардың негізін қалады. Солайша Абдул-Баханың жетекшілігімен қауымдастық өркендеді. Аталмыш дамумен бір мезгілде Абдул-Баха Кавказдағы өсіп келе жатқан бахаи қауымдастықтарына сүйіспеншілікпен жәрдемдесті. Олар Абдул-Бахадан өздерінің дамуы мен қоғамға үлес қосуы жайлы тұрақты түрде хат-хабар ағынын алып тұрды. Ашхабадтағы мінәжат үйінен шабыттанған Солтүстік Америка бахаилары батыстағы ғибадатхананың салынуына рұқсат сұрап жазды. Абдул-Баха өзімен көрісіп кетуге келген шаруасы мол ана Корин Труға бұны өз бақылауына алуын сұрады. Бірнеше күннен соң Чикагодан 3 көрнекті адам келгенде Абдул-Баха оларға «Мен оған толық нұсқауларды бердім» деп Коринмен жұмыс істеуін тапсырды. Абдул-Баха әйел адамға қауымдастықтың негізгі жобасын сеніп тапсырды. Корин Бахаи ғибадатхана бірлестігіне бастамашылық етіп, оған Абдул-Баханың талабы бойынша әйелдер кіруі тиіс еді. Осы комитеттің қалыптасуы сайып келгенде ақш пен Канаданың тұңғыш ұлттық рухани жиналысының құрылуына алып келді. Абдул-Баханың жетекшілігімен Корин батыстың ана ғибадатханасын тұрғызу тапсырмасын қолына алды. Әйелдер мен ерлер теңдігінің маңыздылығына көңіл аудара отырып, Абдул-Баха былай жазады. Әйелдердің ерлермен терезесі тең болады. Сөйтіп осынау теңдік орнамайынша, адамзат нәсілінің шынайы өрлеуімен жетістікке жетуі оңалмайды. Абдул-Баха түрме қала Аккаға 24 жасар жігіт болып кіреді. Ол жан түршігерлік қиындықтардан, өзіне қарсы шыққандардың өтірігі мен өсектерінен,
және өміріне төнген қауіп-қатерлерден аман өтеді. 1908 жылы Осман империясындағы бүкіл саяси және діни тұтқындар босатылды. Енді 50 жыл бойы қуғындары тұтқында болған Абдул-Баха азаттықта болды. Абдул-Баха баптың сүйектерін Кармель тауында жерлеудің қасиетті тапсырмасын жүзеге асырып, бірнеше жыл бұрын дәл белгіленіп қойған жерінде бап кесенесінің қазіргі таңда тұруы Бахауланың бұйрығымен орындалған Абдул-Баха уәкілдігінің басты жетістігі. Мәрмәр табыт сағана ішіне зор еңбекпен тасымалданып, кешке жалғыз шамның жарығында ол өз қолымен оның ішіне баптың әулие сүйектері жатқан ағаш қобдишаны қойды. Сол уақытта 13-те болған Шоги Афенді өмірінің кейінгі жылдарында сол көріністі былай суреттеді. Абдул-Баха сәлдесін кері сырып қойып, аяқ киімімен шапанын шешті де, әлі де ашық тұрған табытқа қарай иілді. Оның ақ шашы басында желбіреп тұрды. Ал әлпеті көркейіп, нұрланды. Ол маңдайын ағаш қобдишаның қиырына тіреп, дауыстап өксіді. Өксігені қандай? Сонда болғандардың бәрі оған қосылып жылады. Шоги Афенді бап кесенесінің адам айтқысыз күш қуатымен оның қазірде Кармель тауында орналасқан Бахаула сенімінің әлемдік әкімшілік орталығының өріс алуына тигізген орасан зор рухани ықпалы жайлы айтатын. Осынау ұзақ жылдар бойы Абдул-Баханың жанында оның жұбайы Мунира ханым болды. Бахауланың өзі олардың отау құруына шамамен 40 жыл бұрын Абдул-Баха Аккада болған жастық шағында батасын берген еді. Абдул-Бахамен бірге болудың бақытын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Оның бұлжымас махаббаты, оның мейірімділігі, өзінің жайдарлығы, оның әзіл сүйгіштігі, оның әркімге деген тынымсыз қамқорлығымен ол ғажап еді. Жер жүзінде оған сөзсіз ешкім тең келмейді. Сүйіктімен 50 жыл бойы бірге болдық. Біз оның Мысыр, Еуропа мен Америка барған сапарларынан тыс еш қашан ажырамадық. Жасы келген, бірақ әлі де айрықша ширақ Абдул-Баха жым-жырт, әрі еш рәсімсіз кемеге мініп, әлемге адамзаттың бірігу үшін ұзақтан бері уәде етілген дәуір келген паш етпек болып, 3 жылдық саяхатқа аттанады. Өзі болмаған кезде Абдул-Баха өзінің сүйікті қарындасы Бахия ханымға Бахаи сенімінің тізгінін, яғни дін тарихында әйелдер үшін бұрын соңды болмаған рөлді сеніп тапсырған еді. Мысырда ғалымдар, дін қызметшілері мен газет тілшілері Абдул-Баханы зор ықылас және қызығушылықпен қарсы алды. Бір кездері бахаиларға үзілді-кесілді қарсы болған Әл-Муайят атты арабша газеттің редакторы Шейх Али Юсуф Абдул-Бахаға кіріп шыққан соң сол кездесуді былай суреттеді. Ол дін тануды терең меңгерген және ислам тарихының шебері. Ол адамзат бірлігі сеніміне жан тәнімен берілген. Оның ілімі мен жетекшілігі діни, нәсілдік, патриоттық ырым-жырымдардан бас тартуға негізделіп шоғырланған. Әли Язди есімді жас бала Мысырда Абдул-Бахамен алғашқы кездесуін былай есіне алады. Ол жебедей түп-түзу еді. Ол әркімге қарап күлімсіреп, барлығын «Хошамадид, хошамадид, қош келдіңіз» деп қарсы алды. Абдул-Баха менімен сөйлескенде, мен оның көк, күлімсірген және махаббатқа толы көзіне қарай бердім. Өмірінде, істерінде, жазған әрі сөйлеген сөздерінде Абдул-Баха жер бетінен надандық, кедейшілік пен зорлық-зомбылықтың жойылуы үшін үнемі адамзатты бірлікке бағыттай отырып,
қоғамның төпкілікті ұйғарымдарын сыннан өткізіп жүрді. Абдул Баха Еуропаға саяхаттады. Онда ол Лондонның қалалық ғибадатханасында дүйім жұртқа сөз сөйледі. Бұл оның жай ғана жол болған бірнеше адамнан гөрі анағұрлым көп тыңдаушылар алдында алғаш рет сөз сөйлеу еді. Бұл адами күштің жаңа айналымы. Әлемнің барлық көкжиегі сәулеленді. Шынайы адамзат негіздерін бұзып, адамдарды надандықта ұстаған көне ырымдардан азат болдыңдар. Құдайдың осынау ағартылған дәуірге берген сыйы адамзат бір тұтастығын тану болып табылады. Абдул Баха Еуропада Швейцария, Шотландия, Германия, Мажарстан және Францияға барды. Онда ол мыңдаған адамға ақиқатты іздеу жайында сөз толғады. Барлығы өздерін сәйкесінше ақиқаттың жалғыз сақтаушысы, ал әрбір өзге дінді адасудан құралған деп санайды. Өзімізді дұрыс, ал қалғандарын бұрыс деп қабылдауымыз бірлікке апарар жолдағы бар тосқауылдардың ең үлкені. Ал егер ақиқатқа қол жеткізгіміз келсе, бірлік керек. Өйткені ақиқат жалғыз. Атлант мұхитының арғы жағында, Нью-Йорк қаласында Говард Колби Ивс есімді христиандық дін қызметкері сенім мен мақсат мұрат төңірегінде қиналып жүрді. Сонау күз бен қыс мерзімі аса зор бақытсыздық айлары боп есінде қалған еді. Мен Құдайды іздеп, оны таппаған ізгі жанның басына түскен түңілуден зорырақ түңілуді білмеймін. Говард Абдул Баханың Америкаға келетінін білгенде, ол досына ақиқатты танып білу үшін онымен бөлек кездескісі келетінін айтты. Бірнеше аптадан соң Говардтың тілегі орындалды. Біз тіземізді тірестіріп, жүзбе-жүз оңаша отырдық. Ол маған қарады. Ол дәл менің жан дүниеме үңілді. Бұған дейін ешкім мені шын мәнінде көрмегендей көрінді. Ол бетімнен көз жасымды сүртіп жатып, екі бармағыммен көзімді басты да, маған жыламағын. Адам әрдайым бақытты болуы тиіс деп ақыл айтты. Ол сөйтті де күлді, сондай сыңғырлаған балаша күлкет. Біз екеуіміз үн қатпай отырдық. Уақытта ұзақ боп көрінді. Сөйтіп, біртіндеп жаным әжептәуір тыныштық тапты. Содан соң ол мені құшағына қысты. Неткен құшақ десеңші. Қабырғаларым сықырлады. Ол екі бетімнен өпті. Қолын иықтарыма қойып, мені есікке қарай шығарып салды. Айтарым сол. Бірақ содан бергі өмірім бұрынғыдай болған емес. Екеуі бірге өткізген күндері Абдул Баха бұл дін қызметшісімен Иса жайлы жиі сөйлесетін. Говард адал Бахаиға айналды. Ол кейін мұнда христиан әлемі арайлап атқаннан 2000 жыл өткен соң, өмір мен сөзі барша халықтарға арналған ізгілік жолдауының мәні бейнесіндегі адам тұрды деп жазады. Жазбаларында және саяхаттары кезінде Абдул Баха ой көсемдеріне маңызды рухани шындықтарды тынымсыз паш етумен болды. Ол ғылыми, экономикалық және әлеуметтік әділеттік қауымдастықтарына жататын сансыз топтар, әрі жеке тұлғалармен араласты. Солардың ішінде қара нәсілді адамдардың ілгерілеумен айналысатын ұлттық қауымдастық бар. Өзіне деген мадақ мақтауға қарамастан Абдул Баха өз ойы мен ісінің қайнар көзі Бахаулы екендігін үнемі ашық мәлімдейтін. Алғашқы саяхаттарының бірінде Абдул Баха жуырда Бахаулыны қабылдаған афроамерикалық заңгер Луис Грегоримен кездеседі.
Абдулбаха оған терең әсер қалдырады. Құдайдың бұл қызметшісінің кім екенін және оның қандай күшке ие екенін анық болмаса да түсінген адам үшін бұндай кездесу жер жүзіндегі бар қошеметтен де жоғары. Абдулбаха Луизді басқа да жаңа бахаимен Луиза Мэтью атты тәуелсіз жас британиялық әйелмен таныстырды. Бұл таныстыру бұйыртқан болып шықты. Луиздің шақыруымен Абдулбаха Вашингтон қаласындағы Говард университетінде жиналған 1600 студент, профессор, оқытушы мен қонақтардың алдында сөз сөйледі. Сол күнгі лық толы жиын Абдулбаханың Америкадағы басым көпшілігі қара нәсілділерден тұратын аудиториялардың алғашқысы еді. Кейінірек Луиз терісінің түсіне байланысты ресми түскі асқа қатысудан шектетіледі. Абдулбаха Грегори мырза қайда деп сұрады. Грегори мырзаны шақырыңдар. Абдулбаха алдындағы қасық шанышқылар, тәрелкелер мен стақандарды ысырып қойып, Луизді қасына отырғызды. Сосын, әдеттегіден тысы ештеңе болмағандай, әділдік жайлы айта бастады. Бәріміз әділдіктің жақсы екенін білеміз және мойындаймыз. Бірақ оны жүзеге асырып көрсету үшін ерік жігер мен әрекет қажет. 1912 жылдың қыркүйек айында Луиз Грегори мен Луиза Мэтью үйленеді. Абдулбаха олардың отбасылық одағына батасын беріп, шаттанады. Ол былай жазады. Музыкада әртүрлі ноталар қосылып, керемет үндестік тудыратыны секілді, адам атаулының отбасында алуан түрлілік махаббат пен үйлесімдіктің қайнар көзі болуы тиіс. Абдулбаха Чикагоға ғибадатхана орнын ашуға келгенде, ол Корин Трудың қайғыға батқанын байқайды. Бір түн бұрын оның ұлы Дэвис қайтыс болған екен. Ол Корин мен оның күйеуі айырылған 5 баланың біреуі еді. Салтанаты ашылудан бұрын жақын маңдағы көпірде Абдулбаха оған көңіл айтады. Ол оның қайғысын түсінеді. Ол да 5 баласынан айырылған еді. Абдулбаха жиналғандарды ғибадатхана салынып бітті деп сендірді. Ол мінәжат үйі күллі адамзатты біріктіретін құрал екенін айтты. Абдулбаха Коринді ғибадатхана анасы деп атады. Қауымдастық бар ынтасымен осы ғибадатхананы 40 жыл бойы салып, құрбаншылық етті. Корин қыздармен ашылу салтанатына қатысты. Ол 92 жаста еді. Монреальда Абдулбаха Мэй және Сазерленд Максвеллдің қонағы болды. Ол онда кең ауқымды тақырыптар бойынша көптеген баяндамалар жасады. Өнер туралы Абдулбаха осынау тамаша жаңа заманда өнер мінәжат ету болып табылады. Сіз оны неғұрлым көп жетілдіруге ұмтылсаңыз, соғұрлым Құдайға жақындай түсесіз деді. Көрнекті сәулетші әрі суретші ретінде Сазерленд кейін баб кесенесінің жоғарғы бөлігінің құрылысын жобалайтын болады. Мэй мен Сазерлендтің кішкентай 2 жасар қызы Мэри Абдулбаханың тартымдылығына төтеп бере алмады. Ол болса өз кезегінде оны қатты жақсы көрді. Абдулбаха нәзік сәтті еске алып, былай деп жазады. Мен бүгін тынығып жатқанда есік ашылды. Кішкентай қыз кіріп келді де, қабақтарымды өзінің кішкентай саусағымен көтеріп, былай деді. Абдулбаха. Жас Мэри Максвелл кейін Абдулбаханың немересі Шоги Афендиге тұрмысқа шығатын болады. Бұл неке шығыс пен батыс бірлігінің нышаны болды. Абдулбаханың үлгісіне еріп, Мэри басқаларға, әсіресе қашық әрі шалғайдағыларға қызмет етіп, оларды жігерлендіру үшін көп саяхаттады. Абдулбаха мінген пойыз Монреальдан кетіп бара жатқанда,
Ол кішкентай Джим Лофтың шарбаққа шығып алғанын көрді. Балалық шағында Джим теңдікке сенетін және руханилыққа деген ерекше құштарлығы бар еді. Бірақ оны қайдан іздерін білмеді. Джим жылдар бойы соқыр нанын тауқыметпен айырылуды бастан кешірді. Кейін ол Абдулбаханың қайтадан бұл жолы фотосуреттен көрді. Оның әлемі өзгерді. Оның көзі ашылды. Ол және оның жары Мельба Канаданың тұңғыш байырғы бахаилары болды. Ескерту жасап әлемді бейбітшілік үшін жұмыс істеуге шақырған Абдулбаха киелі жерге 1913 жылы оралған соң өзі болжап кеткен бірінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Сонау зорлық, зомбылық пен әділетсіздік Абдулбаханың жанына қатты батты. Ол патриоттық соқыр нанымдар толықтай надандық нәтижесі, себебі жер беті бір туған жер деп түсіндірді. Соғыс уақытының құрсау аймаққа қауіп төндіргенде Абдулбаха Адасиядағы егіншілерден өсіріп сақтауды өтінген астық дақылдары түйемен Акка мен Хайфаға жеткізіледі. Абдулбаханың әрекетімен көрегендігі ұлт пен ұлысы әрқилы көптен көп жергілікті жұртты аштықтан аман қалдырады. Тілшілер сұрағанда Абдулбаха оларға өзінің мақсаты мен жолдауы бейбітшілік екендігін айтты. Гаагада орналасқан орнықты бейбітшілік орталық ұйымына жазған хатында Абдулбаха бейбітшілік жолындағы кез келген кедергі Бахаулланың ілімі көмегімен жойылатын көрсете отырып, бейбітшілік адам санасының түбегейлі өзгеруін және рухани шындықтарға деген міндеттемелерді талап ететінін ерекше атап өтті. Соқыр нанымен бөлінудің түпкі себебін атай отырып, Абдулбаха былай түсіндіреді. Егер дін ғылыммен келіспесе, онда ол ырымшылдық пен надандық болып табылады. Себебі Құдай адамға ақыл ойды, шынайылықты ұғыну үшін берді. Соғыс кезінде Абдулбаханың денсаулығы нашарлап, әбден қажыған еді. Оның үстіне өсіп келе жатқан қауымдастықпен бар байланыс үзілді. Осы уақыт аралығында ол Солтүстік Америкаға арнап 14 жолдау, яғни тәңірлік жоспар тас тақталарын жазды. Соғыс уақытының талаптарына байланысты қарапайым ашық хаттар арқылы жіберілгенімен, бұл тас тақталар әлемнің рухани жандануына шақырды. Абдулбаха жас бахаи қауымдастығын көтеріліп, әрекет етуге келесі сөздермен шақырады. Мен сонау аймақтарға саяхаттап, қалаларда, ауылдарда, тауларда, шөл далалар мен мұхиттарда үндеу тастап, тәңірлік ілімді насихаттай алсам ғой шіркін. Әттең бұны істей алмаймын. Бұған қатты налимын. Құдай қаласа, сендер бұған қол жеткізерсіңдер. Абдулбаха 1912 жылғы саяхаты кезінде жасында жарқылдаған жас журналист Марта Рутты кездестіреді. Сол кезде ол оған қатерлі ісікке шалдыққанын айтады. Оның басын өзінің иығына қойып, Абдулбаха оны былай жігерлендіреді. Құдай патшалығының үндеуін шырқа. Сен керемет нәтижелер мен айрықша растауларға куә боласың. Абдулбаханың әрекеттенуге шақыруына жауап берген Марта бірден қызмет жолына аттанды. Ол әлемге сыйға берілген баға жетпес ең асыл тас. Бахаулланың жолдауымен ең кішкентай ауылдар мен ең зәулім сарайлардағы әрбір есікке бет алады. Ол өмірінің соңына дейін жер жаһанды 4 рет айналып шығады. Сенушілер біразы тәңірлік жоспар тас тақтасындағы Абдулбаханың үндеуіне бірден және ер жүректікпен жауап беріп, сенімді Австралия, Бразилия, Қытай және Оңтүстік Африка сияқты қашық елдерге жеткісе де, ілімнің жарығын дүние жүзінің әр түкпіріне жеткізу талпыныстары бірте-бірте ғана қарқын алды. Кейінірек Шоги Әфенді және құрылғаннан бері бүкіл әлемдік әділет үйі құрастырған жоспарлардың арқасында Абдулбаханың Құдай ісін әрбір құрлыққа, аймаққа, елге, халыққа, қала мен елді мекенге жеткізу бойынша көрегендігі жүйелі түрде іске асырылды. Бұл 10 жылдықтар бойы жас болсын, кәрі болсын, сансыз көп жанды,
кейде адам қолынан келмейтіндей көрінген ерлік пен сүйіспеншілік әрекеттеріне шабыттандырды. Абдул-Баха Баха-ұлы бірлік шеңберін сызды. Ол барша халықтарды біріктірудің жобасын жасады деп жазды. Ол енді жаңа заман келіп, жаратылыс қайта жаңғырды. Адамзат жаңа өмірге қадам басты. Әр нәрсе жаңадан жасалды. Әлемді жаңартқан осынау жаңашылдықтың бәрі патшалық Раббысының ғажайып рақымы мен ілтипатының балғын сарқырамасынан бастап алады. Демек адамдар ескі ойлау үлгілерінен толықтай арылып, ендігәрі бар назарын осынау жаңа қағидаларға аударуы тиіс. Өйткені олар осы уақыттың нұры, әрі осы заманның нағыз рухы. Олар біз, ал біз олармыз. Абдул-Баха бір тұтастығымызды танытатұғын қабілеттерді әркімнің ақ бойында тәрбиеледі. Бұлар оның өнегесінің жемісі. Абдул-Баха ақ ниет пен риясыз ынта, адамзатқа қызмет етуге деген құштарлық, құрбандық және шын жүректен шыққан талпыныс арқылы әр жердегі адамдар әлемнің рухани жандану мен жаңаруына үлес қосу үшін бірге алатын ерекше атап өткен болатын. Дүние салғаннан 100 жыл өткен соң, Абдул-Баха адамзатты былай деп сендіреді. Естеріңде болсын, мен жер бетінде болып болмасам да, мен әрдайым сендермен біргемін. Мен әрдайым сендер жайлы айтамын да, сендерді еске аламын да, осынау нығметтің түгелін сендерге жаудырып, жүректеріңді қуантып, жандарыңды масайратып, сендерге зор шаттық нәсіп етуін, одан көз жасымен жалбарынып сұраймын.